құрметті біздің инста көрермендер. Бүгін тағы да бір эфирге шығып отырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз көбінесе Америкадағы студенттік өмір. Бүгін қонақта бізде кезінде жұмыс істеген Назгүл, қазіргі таңда болашақ бағдарламасымен Америка құрама штаттарында, Флорида штатында, Тампа қаласында, оңтүстік Флорида университетінде оқып жатыр. Керемет университет, керемет кампус. Сол Назгүлмен байланысқа шығып, жалпы өмір қалай екен, оқу қалай екен, қыз баласында жалпы шетелде оқу қалай, болашақ бағдарламасы қалай, сол туралы білетін боламыз. Стипендия жеткілікті ма, қаншалықты ұнады, шынымен де жаңағыдай армандайтын. Так. Міне. Егер де эфир барысында сұрақтарыңыз болатын болса, жалпы Назгүлге немесе маған қойсаңыздар болады. Бастапқыда Назгүлге байланысты сұрақтарды қарастырамыз. Сәлем, Назгүл, жағдайыңыз қалай? Жақсы, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Америка қалай? Жақсы, шүкір барлығы. Үйреніп қалып жатырмыз уже. Керемет. Қанша болды Америкада жүргеніңізге? Мен қаңтар айында келдім. Қазір уже 6-шы ай болып жатыр. Все, керемет. Так. Назгүл, қысқаша өзіңізді таныстырасаңыз оқырмандарымызға, одан кейін барып эфиріміз басайық. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Менің есімім Назгүл. Қазіргі таңда Америкада University of South Florida'да магистратура оқып жатырмын, болашақ бағдарламасы арқылы. Менің мамандығым педагогика, математика пәні мұғалімімін. Бакалаврды шамамен 2 жыл бұрын бітірдім. Алғашқы семестрімді қазір аяқтадым Америкада. GPA қалай? GPA 4.0. Супер. Біздің вообще командамыздың мүшелерінің барлығы 4.0-мен аяқтап отыр ғой. Өткенде кіммен сөйлестік? Анельмен тоже осы семестрді 4.0-мен аяқтапты. Молодцы. Соншалықты оңай ма Америкада оқу? Жоқ, оңай жақтары да бар, қиын жақтары да бар. Но еңбек етілді ғой GPA-ге жету үшін. Супер. Назгүл бізде СДУ-дың түлегі. Анель СДУ-да оқыған жоқ, Анель басқа университетте оқыды. Сонда да екеуі қазір Американың 2 университетінде оқып жатыр. 4.0 GPA. Супер. Жақсы. Бірнеше мәселені қарастырамыз, Назгүл. Жалпы бірінші сұрақ, көбінесе ата-аналардың қыз балаларын өзіңіз де білесіз, жібергісі келмейді ғой шетелге. Қыз баласы елден алыстамасын деген секілді. Өзіңізге қаншалықты комфортны? Жалпы жалғыз баратын кезде әлбетте қорқыныш болады. Егер қыз болсаң, енді бізде қазір тем более соғыс болып жатыр дейді, әртүрлі заттармен қорқыныштар көп қой. Бірақ шыны керек, 6 айдың ішінде бір қорқынышты ситуацияларға мүлде тап болмадым десем де болады. Себебі адамдар өте ашық жарқын, максимально безопасно, бүкіл жерде жаңада полиция қызметкерлері деген сияқты қарап жүреді, қорғап жүреді университеттердің ішінде де. Жалпы олай жеке басқа қауіп төнетіндей бір зат болмады 6 айдың ішінде. Мүлде қорқатындай зат емес екен, жалғыз бару. Бізде Қазақстанда любой заттан қорқа береді негізі. Және өзіңіз соғыс деген сөз айтып қалдыңыз ғой. Мысалы, қазіргі Қазақстанның ойында Америка енді керемет соғыс болып отыр. Енді немен? Сол іште сіз менде Америкада қазір соңғы, как раз таки сол периодта Америкада болып жатқан адам ретінде не сездіңіз вообще? Жаңалықтарды айтпайтын болса. Осы қызық болды. Бүкіл туыстарым звондайды ғой, сенде жақта соғыс болып жатыр екен ғой, амансың ба, қайтасың ба деген секілді. Бізде міне бәрі пляждың қасында жатыр деп біз прикол ұстап жатырмыз. Бізде жоқ, ақш-тың ішінде онда ешқандай соғыс, ешқандай бір көтеріліс болсын, бір қауіпті ешқандай іс-шаралар болған жоқ. Кәдімгі барлығы қарапайым өмірлерін сүріп жатыр. Енді ол ситуациялардың ішкі Американың ішінде ешқандай бір әсері болған жоқ десем де болады. Сондықтан да ол жарнамада, былайша айтқанда, үлкен етіп көрсететін ситуацияларға сене берудің қажеті жоқ. Ол енді политика ішкі мәселелер ғой мемлекеттердің арасындағы. Ол адамдардың, оқудың, университеттердің системаларына әсер етіп жатқан жоқ. Супер. Жақсы. GPA-ңіз 4.0. Молодцы.
Енді мынандай сұрақ. Сіз СДУ-да оқыдыңыз, Қазақстандағы жақсы университеттердің біреуі. Иә? Енді Америкада оқып жатсыз, оңтүстік Флорида тоже негізінен American Association бойынша Америкадағы топ 100-ке кіретін, жалпы research бойынша, patent application бойынша даже 11-ке кіретін университет. Қаншалықты салыстырған кезде не ерекшелік көрдіңіз вообще Америкадан оқуында? Жалпы былай айтса болады, мысалға СДУ ол iPhone Pro болса, USF, яғни менің оқып жатқан университетім уже Pro Max түрлері деп өзіме солай айтам. Неге? Жалпы бізде теориялық білім жақсы, мемлекетте алған білімдеріміз, бірақ Американың ең үлкен мен үшін болған плюсы ол практикалық білім. Мысалға менде оқу қаңтар айында басталды. Енді ғана келдім, алғашқы семестр. Мысалға бізде өзім педагогикама қатысты сабақтар болды ғой. Бірден бізді мектептерге жіберді. Яғни алған теориялық білімді сен барып мектепте көресің. Плюс одан бөлек мектепте арнайы бізге бір тьютор, яғни ментор қойып берді. Мен вообще түсінбей жатырмын. Өзім енді келдім, мектепке барып жатырмын, ол қалай деген сияқты. Менторымыз болды, ол бізді толық мектептің системасымен түсіндірді. Мына жақта алып жатқан білімімнің барлығын мен ана жақта практикадан көріп жатырмын. Қалай қолданады, ол эффективті ма, эффективті емес па деген сияқты да. Яғни оқып жатқан затымыз қаншалықты пайдалы былайша айтқанда практикада. Вот сол заттардың барлығын былай салыстырған кезде ол өте үлкен плюс берді. Себебі тек дәптерге жазып сол бойынша қалып кетпейді да алған білімің. Вот сол жағынан үлкен плюс дер едім. Және де әртүрлі жастағы адамдармен оқисың, ол тоже өте қызық экспириенс болды, яғни опыт болды ше. Мысалы, біреудің жасы менде 44-те, 56-дағы американдық группаластарым бар. Енді ана кісілерге сіздер неге оқымадсыздар қазір дейсің ғой, былайша айтқанда бізде оқымайды ондай жастағы кісілер. Адамдардың өмірге деген құлшынысын көресің ше, соншалықты мысалы білімге деген құлшынысын және оны бағалайтынын көресің, и ол саған 2 есе мотивация береді былайша айтқанда. Вот сол жақтарынан үлкен айырмашылықтар бар дер едім. И ойды диплом үшін оқиды ғой. Бізде диплом үшін оқиды. Ол жақта білім үшін оқиды. Бізде диплом, баға маңызды біз үшін, солай ғой. Ол даже сол неден де көрініп тұрады, адамдардың оқып жатқан жасынан да көрініп тұрады. Сіз айтқан секілді, магистрантураға Қазақстанда қазір түсіп оқуға барып қалсаң, өңкей сол 20 жастағы балалармен оқисың. Америкаға барған кезде әртүрлі жастағы неме. Енді қараңыз, сіз Қазақстанда да мектептерде неден өттіңіз, практикадан өттіңіз. Салыстырыңызшы, Америкадағы практикада сізді мысалы қалай не істейді, Қазақстанда практикада қалай сізді жүргізеді? Как студент ретінде практикант болған кезде Қазақстанда біз қалай жасаймыз? Система бойынша сыныптың соңында отырасың, партаның соңында мұғалімнің өткен сабағын тыңдайсың, керек конспектілерді өзіңе бір түртіп жазып аласың, болды. Сонымен бітті сенің, былайша айтқанда 1 ай, 2 ай бойы солай жүресің. Сабақтарға бірден кіргізбейді сені. Немесе кейбір мұғалімдер болады, полный сабақты саған беріп қояды. Сен өзің өтсең өттің, қалай өтесің, не өтуің керек, ол маңызды емес. Сен өтуің керек, сабағыңды алуың керек деген сияқты. 2 түрлі бізде практикаға жүреді көбінде. Ал Америкада жоқ, олай болған жоқ. Бірінші келген күннен бастап менде менторым жаңағы сабақта өзіңді қалай ұстау керек, оқушылармен қалай байланыс орнатуың керек. Мысалы, енді мен бардым, тем более әрі international студент болғандықтан бірден барып олармен араласып кете алмаймын ғой. Даже маған бірінші күні өзімді таныстыру өте ыңғайсыз болды. Өте қатты қорықтым. Мысалы, алдымда 25 американдық оқушылар отыр. Мен аяққа шығып өзімді таныстыруым керек та, мысалға. Әрі мен AP статистик деген сабаққа кірдім. Ол біздегі сияқты математика емес қой. Жоғарғы біздегі университеттегі сияқты сабақтар. Сосын мен менторыма айттым, жоқ, мен қазір өзім таныстыра алмаймын, мен қатты қорқып тұрмын. Мен тіпті кірмей-ақ қойсам болады ма сабаққа дедім ше. Сосын барып, жоқ, сен кір, отыр. Онда мен сені құпия қонақ деп айтам. Сен өзіңді қай уақытта комфортно деп сезінесің, сол уақытта давай сені таныстырайық деді. Яғни бүгін ертең емес, қай уақытта сен өзіңді таныстырғың келеді, сол уақытта мен сені таныстырамын деді. Солай мен 2 сабақтай отырдым, қателеспесем, үндемей, бәріне как оқушы сияқты маған қарайды, бәрі біртүрлі. Осын қатты мән бермедім. Сосын уже өзіңді бір 2 күнде жарайды деп уже, өйткені өз-өзіңді жинап алсаң, енді қала бересің ғой бәрібір де.
Сосын менторым айтты, мен дайынмын, таныстырайық деді. Сосын ментор мені таныстырды. Әрбір оқушыға қалай жаңағыдай подход жасау керектігін уже түсіндіріп бастады. Сабақта мысалға ол жақта көбінде топтық жұмыстар жасалынады екен ше. Біздегі мысалы бір тапсырма бересің, бәрі есеп шығарады, бітті емес та сабақ. Мысалы 3-4 оқушы бірге отырып есептер шығарады. Сол кезде топтарды бөліп берді маған. Сен мына топтармен жұмыс жаса, былай жұмыс жасайсың, біз былай жұмыс жасаймыз деген сияқты. Яғни уже кәдімгі практикалық түрде үйретіп жасады ғой жұмыстарды. Сондықтан мүлде басқаша, иә. Қайда көп нәрсе үйрендіңіз? Қазақстанда ма, Америкада ма? Меніңше қазір үйреніп жатырмын көп нәрсе. Енді бірақ енді сәл білім системамызда да өзгешеліктер бар ғой. Өйткені ол кісілердің оқитын программалары басқа. Мысалға, ол кісілер бір күнде максимум 1-2 есеп қана шығарады да. И мен байқаған ең үлкен плюс ол есептің жауабы емес, шығарылу жолына өте қатты қарайды олар. Мысалы, қалай шығарылып жатыр, процесс қалай болып жатыр. Ал бізде бір күндегі тапсырма сен A, B, C тапсырмаларын бәрін орындап, жауабын алып бітіруің керек қой, былайша айтқанда бір 20 есеп, 30 есепті деген сияқты. Жоқ, ол жақта мүлде басқаша екен. Иә. Может, сол үшін Гарвард сол жақта. Иә. Адамдар солай. Өйткені шетелде вообще образование саласында солны көбірек қазір маңыз бөліп жатыр. Вообще в целом да сол да маңызды. Результат емес маңыздысы, процесс. Бізде Қазақстанда біз результатқа қараймыз ғой, даже мынау ненің өзі көрсеткішті. Диплом керек та бізге. Білім емес, процесс емес бізге. Соңғы результат керек. Диплом бар болса, о, все. А так процесс қаншалықты сен навык жинадың, ол уже екінші неге қалып кетеді. Так, енді Америка барған кезде сіз алғаш қай жерге бардыңыз Америкада? Ең алғаш мен Нью-Йоркқа түстім. Нью-Йоркқа барып, жаңағыдай ауылдан қалаға келген бала құсап, аузым ашылып, таң қалып, метроларын бәрін көріп, өте енді басқаша сезім болады екен. Нью-Йоркты көріп, сосын бірден өзім қалама бардым. Алдымен қазақ кісілерді осы жақтан іздеп, тауып, танысып алдым. Сосын бірден сол кісілер күтіп алды өздері, сол кісілер жайғастырды. Одан кейін барып, солай бірден сіңісіп кеттім. Яғни, алдын-ала танысып қиын емес. Нью-Йорк пен Флориданы салыстырыңызшы, Нью-Йорк пен Тампаны немесе. Шыны керек, Нью-Йорк Астана, Тампа Тараз дер едім. Себебі Нью-Йорк енді ол үлкен қала, мысалы 8-9 миллион адам тұрады ол жақта, ал бізде Тампада миллионға жетпейді адам. Кіші қала, жайлы, өмір жай өтеді дер едім Тампада, Нью-Йоркқа қарағанда. Нью-Йоркта прям қар баласы түсінбей кетесің. Енді мен бір күн ғана болдым. Сол күннің өзінде андай сәл стресс болып кетті, шыны керек ше. Может, өзім алғаш рет келгеннен де болар. Ал Тампада уақыт жай өтетін секілді. И студент ретінде қаржы жағынан да қатты шығын болмайды Тампада салыстырмалы түрде. Вот, солай болды. Жалпы негізі студентке сондай қарбалас не жақсы ма, или спокойно жақсы ма? Менің ойымша ол адамның таңдауына байланысты сияқты, кім қандай затты жақсы көреді. Біреулер үшін үлкен қалада тұру маңызды, біреулер үшін кіші қалада тұру маңызды деген сияқты. И әрине финанс, егер финанстық тұрғыдан жақсы потенциал, яғни фундамент бар болса, тогда можно үлкен қалаларда тұра беруге. Бірінші барған кезде Америкаға ше. Ал енді бірден барған кезде мүмкін, егер қаржылық жағынан орташа қалаларда тұрсаң да ыңғайлы сияқты. Но әрине білім деңгейің, түсетін университетің, оның барлығы бірінші орында ғой. Одан кейін уже қаржылық жағынан. Супер. Мен қанша рет барсам да, Нью-Йорк секілді қалалар тоже маған біраз кішкене стресс береді. Күнделікті жұмысқа барып келу, уақытың барлығын стресспен өткізу тоже бір не да. Бұл таңдау мәселесі. Кейбір мен мамандықтарға сразу айтам, балаларға финанс оқитын болсаңыз, сразу стажировкадан өту сіз үшін маңызды болатын болса, барыңыз Чикагоға, Нью-Йоркқа, үлкен қалаларға. А так спокойный ғылыммен айналысамын, образование дейтін болсаңыз, спокойствие көбірек маңызды бөлу мүмкін. Университетте қанша сабақ алдыңыз? Қанша кредит? Осы семестрде 9 кредит, ол бізде 3 сабақ. Жалпы студенттерге, бізге как шетелдік студенттерге 3 сабақ алыну керек кема. Жалпы
сол 3 сабақпен бастадық. Маған өзім координаторларым да көмектеседі. Бұл жаққа келген кезде мысалы сіз енді қандай сабақ таңдайтыныңызды білмейсіз ғой. Өте көп сабақтар бар. Өте көп кредиттер, неше түрлі курстар бар. Сол кезде алдымен университет адвайзерімен кездестім. Сол кісі сенің мысалы не қызықтырады деп сұрады. Бірінші не оқығың келеді, не нәрсе сені қызықтырады деді. Мен өзімнің қызықтарымды, қызықтыратын салаларымды, немесе өзімнің жақсартқым келетін қабілеттерді айтып сөйлестім адвайзермен. Ол кісі маған курстар ұсынды. Осы курсты таңдап көр, осы былай пайдалы болады саған деген секілді. Сол адвайзермен ақылдасып отырып 3 курсты таңдадым. Кейін келе уже сабақтарды оқып, процесстерін түсінгеннен кейін уже келесі семестрлерге де курстар таңдап қойдық та адвайзермен бірге тоже. Аймара ханым, сәлеметсіз бе? Аймара ханым қосылып отыр. Так, Назгүл, енді мынандай сұрақ. Осы 3 сабақ 9 кредит. Ол қанша не? Қай күндері оқыдыңыз? Қанша сағат уақытыңызды алды бұл? Именно сабаққа қатысу. Тек сабаққа қатысу аптасына 3 күн, 2 сағаттан ғана. Жоқ, қателесем, 3 сағаттан ғана. Бір жақта қызығы теория болады. Теория сабақ басталады болып, біткеннен сразу практика сабақ болады. Қазақстанда бізде басқаша еді ғой, бір күні теория болады, 2 күннен кейін практика болады деген сияқты. Бұл күні сразу барлығын бір күнде қорытып, солай жасайды екен. 3 сағаттан 9 сағат жалпы сабақтардың ұзақтығы бір аптада. Аптасынан 9 сағат. Қай күндері барып жүрдіңіз сабаққа? Сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндер. 3 күн. Сізде четверг, пятница, да? Қай уақыттар барып жүрдіңіз сабаққа? Сабақтар кешкі уақытта болды. Менде көбінде 5 пен 8-дің арасында. Кешкі 5 пен 8-дің арасында. Сонда күндіз боссыз? Күндіз боспын, ахан. Осы 9 сағат сабағыңызға қанша уақыт дайындық кетті? Бастапқы уақыттарда өте көп кетті десем болады. Күніне кемі 4-5 сағат оқыдым. Себебі бұл жақта сабақ басталмай тұрып алдын ала артиклдар, яғни статьялар, мақалалар, тапсырмалар, кітаптар береді екен. Солардың барлығын оқып дайындалып баруым керек. Себебі профессордың айтып жатқан заттарын сен сабақта түсінуің үшін. Тіпті бір сабақтан 1-2 кітап берді да. Енді бізге почтаға жазады ғой, алдын ала мынаны дайындалып келіңдер деген сияқты. Бір сабақтан жазған 2 кітаптың 1 чаптерлерін оқып келіңдер деп. 2 кітапта да 1 чаптер 90 бет, яғни 2 кітабың 180 бет деген сөз да. Бізде 2-ақ күн. Мен түнімен отырып ағылып дайындаламын, 180 бет, мен оны қалай оқимын деп. Сосын бір профессорға айттым, маған қиын болып жатыр, осылай мен 180 бет мен оқи алмай жатырмын деген сияқты. Сөйтсек, олар 180 бетті оқу міндетті емес екен. Ол жақта өзінің бір тоже орындайтын фишкалар болады екен. Профессор маған түсіндірді, сен ол бүкіл бетті оқу маңызды емес. Мынандай бір маңызды хайлайт жасайтын жерлер болады. Мысалы, маңызды бір бізде де кітаптарда болады, Қазақстанда осы жерін оқысаң маңызды деген сияқты, теориялық частарын деген сияқты. Сондай кішкене өздерінің лайфхактарымен профессорлар айтып түсіндіргеннен уақыт қысқарды. Енді күніне 2 сағат, может 3 сағат, енді тапсырмалардың үлкендігіне байланысты уақытта азайды. Сонымен 4-5 сағат болғанда аптасына қанша сағат болды сонда? Бір 20-30 сағатым сол сабақтармен, тапсырмаларды орындаумен өтетін. Негізгі 9 сағаттан бөлек. Получается, GPA 4-0 алғыңыз келсе, 20 сағат сабақ оқисыз, 9 сағат қатысасыз, и в итоге 29 сағатыңыз кетеді аптасына. Нормально. Бір аптада, күніне 20 сағат оқымаймыз енді. Бір аптада. Аптасына деп оқымай. Өйткені функциональный 40 сағат бар ғой негізінен. 9 бен 6 арасында деп есептеген кезде понедельниктен пятницаға дейін 40 сағат бар негізі. Соның 29 сағат болса нормально. Практикаға қай күндері, қай уақыттары бардыңыздар сонда? Практикаға күндізгі уақыттар бізде бос болды ғой сабаққа дейінгі. Мен дүйсенбі күні бардым практикаға, сейсенбі күні 2 күн бардым, қателеспесем, әр аптада. Практикада да сосын андай заттар болған жоқ, типа, на күні келуің сен міндетті деген сияқты. Әр аптада сен уақытыңды өзгерте аласың. Өзің менторыңмен сөйлесіп, қай уақытта саған келуің ыңғайлы, таңертеңгі уақыттар немесе түстен кейінгі уақыттар деген сияқты ыңғайлы уақыттарға барып тұруға болады. Бастапқыда енді Назгүл өзіңізде андай ой болды ғой, шетелде оқысам магистратура деген, Жалпы сол шетелде оқу деген моментте магистратураны оқимын деген кезде сіз не қаладыңыз именно? Не көргіңіз келді шетелде?
шыны керек, кинолардан көресің, көретін дүниелер басталады ғой. Когда армандаған кезде отырасың профессордың алдында, өзіңнің ноутбугыңмен, да, еркін форматта ойыңды айтып деген секілді практикалар міндетті түрде өзім елестеткендей оқу болып жатыр деп айтар едім мен. Себебі еркін формат профессордың алдында мысалға сен сабаққа келу келмеуің де міндеттелмейді. Сен мысалы келмеген күнің үшін бізде Қазақстанда бар ғой отработка, біз былайша айтқанда мен сәл сол система ұнамайды да, тығызып сені мен профессормын, сен студентсің деп қарайтын система өте мен үшін жат болған. Америкада ол мүлде ондай емес. Әр профессор как сенің досың сияқты да, сен еркін сөйлесе аласың, айта аласың, олар сені тыңдайды. Сабақты да қызығушылықпен оқисың, яғни мәжбүрлікпен емес ше. Вот сондай нәрсені армандайтынмын. И менің ойымша мен қазір сол армандаған оқуымды оқып жатырмын. Елестеткен деп айтар едім. Вот. Хорошо. Жақсы, супер. Жалпы енді ай сайынғы шығын деп жоспар қойыпты. Мысалы енді болашақтың жоспарлаған суммасы бар, стипендиясы. Негізінде бұл каждый қалаға әртүрлі. Мысалы Нью-Йоркта көбірек, Сан-Францискода көбірек деген секілді. Флоридада бұл қанша? Бізде қазіргі доллардың валютасымен $1700 стипендиямыз. Ол бізде бір айлық өмірге жеткілікті етіп есептелген. Жалпы жартысыз. Егер сіз тек қана сабақ оқып, біраз былайша айтқанда лакшери дейді ғой. Лакшери өмір сүрмесеңіз жетеді екен студент ретінде. Шамамен бір $700-800 ол үйдің рентіне төлейді. Бастапқыда төледім. Бірақ енді біз қазір тағы да осы жаққа келіп, қыздармен араласып, сөйлесіп, одан да жақсырақ, арзанырақ варианттар қарап тауып жатырмыз. Қалғаны енді тамаққа былайша айтқанда жетеді. Бірақ мен білемін, қыздарды тіпті осы енді менен алдын келген қыздар ғой. Осы бір стипендиямен ғана Американың 3-4 штатын аралап келді, уже ақшаларын жинап. Яғни, егер сіз жақсылап тинақтап жинай алатын болсаңыз, яғни жалғыз болсаңыз, әлбетте жетеді ол сумма. Екен болашақта соған қарай есептеген ғой. Ал енді сәл отбасымен келетін болса, бәрібірде финанстық подушка керек болады. Мен не есіме түсті? Басқа бір эфирлердің біреуінде есіңізде болса, University of Florida Gainesville'дан бізде кім еді, есіме шығып қалды. Ол кісі былай жасаған. Аймар Алхан. Жоқ, Аймар Алхан емес. Әртүрлі клубтың мүшесі болып, халықаралық студенттермен бірге не бөлінеді ғой, оларға қаражат бөлінеді, тревелға қаражат бөлінеді. И сол группаға қосылып, бесплатно қыдырып барып келеді екен. Өйткені клубтар финансируется етіледі, ол студенттік клубтар финансируется етіледі. И студенттердің жаңағыда несіне қаражат бөлінеді, солмен бірге регистрация жасап, алдын ала, олардың бір ай алдын, 2 апта алдын солай пландайды екен. Сөйтіп қосылып, жаңағыдай мына жаққа барып келдік дегенде нәрселер бар екен. Естіп жатқан азаматтар болатын болса, студенттерге, әсіресе бойдақ студенттерге, который любой уақытта өздерінің уақытын жоспарлайтын, құлақтарын алтын сырға, сонда жақсы информация негізінде қыдыруға. Так, енді қорқыныш туралы бұл жақта тағы да бір сұрап жатыр екен. Сіз жалғыз кеттіңіз, жалғыз кету, мысалы ата-аналар барлығы не істейді ғой, қорқып жатады. Сізде барар кезде қандай қорқыныш сезім болды? И қазіргі ситуация қалай? Барар кезде ең бірінші әлбетте қандай адамдарға жолығам деген қорқыныш болады. Қандай адамдарға жолығам, қайда өмір сүрем, ақша, міндетті түрде мен ақшам жете ма ол жақта, қалай өмір сүрем деген секілді. Сол қорқыныштар болды деп ойлар едім. И мысалға, енді орамалдағы кісілер де көп қой, бізде мен тоже орамалымды да ойлағам. Мысалы, университет бір түрлі қарайды ма деген секілді да. Енді Америкада көбінде ондай дін жағына жақын емес қой. Сондай бір қорқыныштар болған. Бірақ кейін келе, жоқ, мүлде басқаша. Адамдардың барлығы ашық жарқын, әрқашан көңіліңді сұрап, яғни қал жағдайыңды сұрап тұрады. Именно адамдар жағынан қорқынышым бойынша.
өте көп комплименттер айтады екен бұл жақта адамдар, маған сол қатты ұнады. Мысалға, әдем болып тұрсың, күнің жақсы өтсін деген сияқты өздерінің былайша айтқанда таңертең бір адам солай айтса, уже бір күнге сенде энергия пайда болады, бір күнде көңіл күйің жоғары болады деген сияқты. Супер. Иә, сол жағы өте жақсы. Қайта кейін уже ондай айтпаса біртүрлі болып бастайды екенсің. Иә, сосын стипендия тоже жақсы, негізі өмірге жақсы жеткілікті, бір адамның өміріне жеткілікті. Вот сол қорқыныштар, иә, шешілді оның Сізге барлығы. қандай қорқыныш болды вообще Америкаға бармас бұрын? Оны арман, қызығушылық, excitement ол түсінікті ғой. А вообще сізде өзіңізге ойыңызда қандай қорқыныш болды? Мысалы барған кезде осы нәрседен қалай болады екен деген сияқты бір күмән, қорқыныш. Үлкен қорқыныш болды деп айта алмаймын. Может быть, оқи алмайтын шығармын деп қорықтым, шыны керек. Өйткені ағылшын тілі менде енді база жақсы болған менде бәрібір айырмашылық бар ғой, тіл жағынан, барьер бар, акцент бар деген секілді, иә. Сол жағынан менде қорқыныш болды. И бастапқы 1-2 теорияда шыны керек профессорлардың айтқанын мен түсінген жоқпын. Сабақтың мысалға 50%-ын түсінсем, 50%-ын түсінген жоқпын деген секілді да. Вот сол кезде өзімді былайша айтқанда тупой дейді ғой, тупой сезіндім өте қатты. Мен қалай жүрсін. Сосын андай қорқыныштар пайда болды. Мен болашақтың қазір оқи алмаймын, мен Қазақстанға қайтам, мен қалай өмір сүрем. Былайша айтқанда бізде ұят деген зат бар ғой, тем более мысалы елімізде, оқи алмай қайтып келіпті нағыз деген сияқты. Вот сондай үлкен қорқынышым сол болды деп ойлаймын. Ал ақшаны қайтарып беру керек па? Ол бар, иә. Ол бар. Иә, сол заттардың барлығы үлкен бір қорқыныш, стресс болды. Бірақ бірте-бірте жаңа айтқанымдай профессорлармен сөйлесіп, ситуацияңды ашық айтқаннан кейін, әрі сен шетелдік студент болғаннан кейін бәрібір де түсінушілікпен қарайды да, сенің супер ағылшын тілін требовать етпейді. Вот, бірақ уже тыңдап, мысалы, бір семестрдің ішінде, семестрдің соңында мен уже сабақтарды толық түсіне алатын жағдайға жеттім. Ойымды ашық жеткізе алатын. Бастапқыда мысалы енді дискашндар болады ғой, группамен бір нәрселерді обсуждать етесің, үндемей отыратынмынша, ұялып, қорқып. Бірақ бірте-бірте ол қорқынышым жойылды. Адамдар әсер етті. Өйткені қателессең де олар it's okay деп қарайды, это нормально деп қарайды. Типа, болып тұрады, типа, уайымдама деген секілді поддержка бергеннен кейін, сен уже ары қарай сенімділік жинап, қорқынышың жойылады екен өзінен. Супер, супер. Керемет. Сосын мынандай нәрсені байқадыңыз ба? Жалпы негізінен ауа райы адамдарға қатты әсер етеді ғой. Мысалы, суық жердің адамдары кішкене суық болады. Жылы жердің адамдары көбінесе жылы болады. Флоридада соны байқадыңыз ба? Иә. Вот мысалға жаңа Нью-Йоркта стресс дедік қой. Нью-Йоркта енді қараңғы эффект бар сияқты, бәрібір де қалада енді биік ғимараттар, күн қатты көрінбейді деген секілді да. Всегда адамдардың түріне қарасаң, андай бір ашуланып жүрген секілді менде чувство болды Америкаға барған кезде. И әрі бірінші рет Америкаға келіп тұрмын, сондай енді жүздерді көргеннен кейін қорқыныш болады ғой, қалай болады екен ертең мен қаламда деген сияқты. Флоридада бізде күн ыстық, әрі бізде үлкен ғимараттар жоқ, иә, мысалы басқа штаттардағы сияқты. И мамыражай болғандықтан адамдар да күліп, солай жақсы көңіл күймен жүреді. Әсер етеді екен. Вот еще мен қыдырып Калифорния штатына бардым. Калифорнияда вот ол жақта мүлде басқаша деп айтар едім. Енді бізде чуть енді біздің Тампадан да үлкен версиясы ғой Калифорния, әрі ол жақта мұхит бар. Ол жақтағы адамдар мүлде басқаша, одан да күшті жадырап жүреді екен. Өмірге деген қызығушылықтары, өмірден әр сәтінен ләззат алулары өте қатты әсер етті маған. Калифорнияда тоже өте қатты ұнады. Супер. Флоридада да мұхит бар, Атлант мұхиты. Ана жақта тынық мұхиты. Иә, біздің қалаға алысырақ та, просто біз Лос-Анджелесте вот мұхиттың қасы ғой, тынық мұхиттың. Бізде вот Майами жаққа бару керек та, чтобы мұхитқа бару үшін. Иә, хорошо. Окей. Сізде тағы бір керемет нәрсе, Назгүл. Сіз болашақты екінші рет тапсырған кезде жеңіп алдыңыз, иә? Көп адамдар, мысалы, бірінші тапсырғаннан кейін уже қолын сілтейді ғой, былайша айтқан кезде. Ондай адамдар да бар. Екінші рет тапсыратындар да бар. Бірақ біріншіден кейін күмәнданып, қорқып, жаңағыдай деген секілді. Сіздің ситуацияда, мысалы, қолыңызды сілтемей, дайындалып, қайтадан тапсыруға не себеп болды? Не нәрсе түрткі болды? Өзіңізді сол не аласыз ба? Сипаттай аласыз ба?
Мгм. А, менің ойымша ол бірінші мақсатым, нақты армандадым. Мен қаладым ол затты. Бірінші отказ болған кезде болашақтың шыны керек интервьюға дайындалған кезде мен енді бакалавр бітіріп тапсырған едім ғой ол кезде болашаққа. Интервью барысында да комиссия мүшелерінің жауаптарына қарап енді негізі сезесің ғой өткеніңді шамамен ше. Өтпегенімді сездім, бірақ бәрібір де үміт болды. Өтсем екен деген секілді. Отказ болған кезде бір күн жылаған шығармын. Өмір біткендей жылаған шығар сол кезде. Болды, мен өте алмаймын, мен лайық емеспін. Әрі бір опыт жинап қана тапсыру керек шығар деген сияқты ше, алдағы мысалы 5-10 жыл деген сияқты. Бірақ қорқыныш екінші рет тапсыратын кезде мен тапсырайын тапсырмаймын деп ойландым. Но мен мына нәрсе маған қатты түрткі болады. Мен қазір тапсырмай өкініп, 5 жылдан кейін, может 10 жылдан кейін әттеген-ай сол кезде тапсыруым керек еді деген өкініш мен үшін қиынырақ болар еді. Чем қайтадан тапсырып отказ алғанға қарағанда. Яғни сол нәрсе маған түрткі болды деп ойлаймын. Қорқыныш әрі максимайзерлік бар деп айтсам болады. Максимайзер, яғни өзім қойған мақсатыма мен жету үшін всегда әрекет етуім керек. Потому что әрекет етпесем ол нәтиже болмайтынын білемін. Сондықтан да мен тіпті ойлаймын, екінші рет отказ алсам да үшінші рет тапсыратын едім мен. 4-ші рет тапсыратын едім деген секілді. Себебі арманыма адал болғым келді былайша айтқанда. Хорошо. Құдай бұйырып екінші рет жеңіп алғаныңыз керемет. Енді Назгүл қараңыз, көп адамдар вообще андай да нәрсе жасайды да кей кезде. Зачем шетелге барып деген секілді. Зачем шетелде оқып, оның не пайдасы бар? Диплом есть диплом. Қазақстанда да филиалдар ашылып жатыр, барып оқи сал деген секілді да. Бұл жерде енді мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы, сіз Қазақстандық университетті бітірдіңіз. Мұғалім ретінде, мысалы, сіз өзіңізді қай деңгейде сезіндіңіз? Қай мектепте сабақ беретін мұғалім ретінде деңгейде сезіндіңіз? И қазір, мысалы, сіз Америкада оқып жатсыз. Бұл тек қана бір семестрі, әлі алдыңызда тағы да 2 семестр бар, қателеспесем. Осы семестрді аяқтаған кезде, америкалық дипломды қолыңызға алған кезде, өзіңізді уже қандай жұмысқа лайық көресіз? Салыстыра аласыз ба? Әлбетте, мен қазақстандық бакалаврды бітірген кезде образовательный центрлар бар ғой біздегі жалпы. Менің ойымша сондай жерлерде сабақ беру, немесе мектептерде қарапайым мұғалім, мысалға 5-ші класстан бастап 9-ші класс, 10-ші классқа дейін алып сабақ беретін мұғалім ретінде сезінеді. Өз потенциалымда. Қазақ тілінде сабақ беретін мұғалім әлбетте. Қарапайым мұғалім деп елестететін едім. Ал Америкаға да қазір оқып жатқан білімім, опытым, оның барлығы мен қазір өзімнің потенциалымды кемі international schoolдар, мысалы Халли Берри сияқты біздегі, немесе спектрум сияқты үлкен мектептеріміз бар ғой, немесе одан да үлкен жақсы, мысалы Назарбаев мектептерінің өзі не деген потенциалды мектептер, немесе университетте сабақ бере алатын мұғалім ретінде мен өзімді потенциалымды уже бағалаймын. Әрі алдағы менде әлі 1,5 жыл тағы да білім болады бұйырса, сол уақытта одан да жақсы, мысалы ағылшын тілім дамиды деп ойлаймын. Білім, практика одан әрі дамиды. Және де бұл жақта жаңа сіз айтқандай ғылымға өте көп көңіл бөледі екен. Ғылым өте маңызды. Бір нәрсені зерттеу, яғни уақытты бос жеткізбеу деген сияқты. Бұйырса сол конференцияларды қарастыруды жоспарлап жатырмын. Оның барлығы алдағы менің карьералық планыма өте үлкен плюстер береді деп ойлаймын. Жалпы Қазақстанда бакалаврдың да магистратурасында шет жағасын білесіз. Қазақстандағы мысалы студентке берілетін мысалы білімнен бөлек ғылым, өзіңіз айтып қалған ғылым. Сол қай деңгейде деп қалыптасасыз? Ғылым дегенді Қазақстанда қалай түсінеді студенттер? И қазір сіз Америкаға келдіңіз, ғылым деген қандай деңгейде и қалай түсінеді студенттер? Менің ойымша Қазақстандағы ғылым сенің адвайзерің ба? Ғылыми жетекшінің қызығатын тақырыбын зерттеу деп ойлаймын. Себебі сол кісі ұсынады ғой зерттегің келетін тақырыптарды. Сол кісінің тақырыбын таңдайсың. Біздегі жаңағыда Google Scholar'дан әртүрлі статьяларды оқып, парафрейз жасап жазу деп ойлаймын.
әзірге менің опытымда болған, енді басқа кісілердікін білмеймін әлбетте. Менің опытымда солай болды, яғни бар нәрсені просто басқаша тілмен, басқаша сөзбен жеткізіп жазу ол үшін ғылым болды, ғылыми жоба болды. Ал енді Америкада жоқ, мен эдвайзермен сөйлескен кезде уже маған сен қандай тақырыптар зерттегің келеді, маған тақырыптарыңды қызығатын сұрақтарыңды жібер, мен соған қарай тақырыптар іздеп көрейін деп ол қайта әрекет жасап жатыр да. И соған қарай мысалы мектептерді сөйлесіп көрейік, мектептерде қандай программалар бар екен, соларды сөйлесіп көрейік деген сияқты уже сондай ұсыныстар беріп жатыр. Яғни мен жауапкершілік сезіп жатырмын, әлбетте, себебі ол жауапкершілік, сен мысалы жаңағыдай практика жасайсың, мектепке барасың, кәдімгідей көргеннен кейін ол үлкен жауапкершілік. Сол үшін де жауапкершілікпен, ждақатпен тақырыптың өзін таңдауды әрекетін бекіту қиын екенін сезініп жатырмын енді. Хорошо, супер. Бұл сұрақты сізге университетті бітірер кезде тағы да сұрау керек. Енді соңғы сұрақ, сіздің пікірді алмас бұрын. Америкадағы сіз үшін вау болған нәрсе? Вообще вау деген нәрсе не болды? Еңбек етсең, кез келген нәрсеге тез жетуге болады екен деген затқа мен үшін вау болды. Себебі мысалға жаңағы GPA-дің өзіне келетін болсақ, енді мен жаңадан келген адам ретінде, енді ғана ағылшын дамып жатқан адам ретінде GPA 4.0 деген мен үшін это нереальный зат болып көрінді ше. Бірақ бұл жақта сен оқысаң, еңбек етсең, қойып береді екен. Әрі мен түсінушілікпен қарау деген затқа қатты мән бердім, себебі бір қызық жағдай болды. Бір сабақтан бір тапсырманы берді, мен оны орындап өзімнің жобаммен салған. Солай қарасам, маған 0 деген баға қойыпты ол сабағыма. Яғни сенің сабағың 0, тапсырмаң AI-мен жасалған деп көрсетіп тұр деп профессорым ше. Сосын мен түсінбеймін, қалай мен өзім жасадым ғой деген сияқты. Әрі AI-мен жасалған сияқты қойып тұр, мен саған қазір 0 қойып тұрмын, бірақ может бұл дұрыс емес бағалау болуы мүмкін. Мен саған тағы да уақыт берем, сен қайтадан жаса, қайтадан жібер, екінші рет мен саған попытка берем деген сияқты жазды маған. Мен ане жерде шокпын ғой, обычно олай болса сен 0 қойып жіберсе де өздері біледі ғой. Олай болса ол уже менің болашағыма, басқа заттар болашақ программасына точнее өте қатты әсер етеді. Сосын мен деген отырып бір апта бойы күн демей, түн демей соны жасап, қайтадан жібердім. Жоқ, профессор қайтадан, мен ойладым, мен бағаны азайтып тастайтын шығар, я болмаса хотя бы 50%-ын ғана қоятын шығар деп бағаның. Жоқ, полный 100 бағаның 100%-ын барлығын қойып есептеп берді. Яғни студенттің жағдайына толыққанды қарайтындары тоже вау деген бір эффект берді. И ең үлкен зат, және де мен байқаған, волнаға кірмейді ше. Бізде мысалға одно и то же, мысалға үй алсам, машина алсам деген сияқты біздегі приоритеттер солай ғой. Қазақстанда көбінде мен байқаған. Осыны жетсем деп. Жоқ, ол кісілерде ақша жинау ол бірінші приоритет емес. Ол сенің қазіргі өмір сүріп жатқан затыңнан ләззат алу деген нәрсені байқадым да. Мысалға даже моментте теңіздің жағасында мысалға енді біз қыдырып барсақ та 2-3 сағат отырып алып, тез кетіп қалайық, болды, шомылдық, жетеді деген сияқты кетіп қаламыз ғой. Жоқ, ол кісілер таңертең барады, как положено, кешке отырады, кітап оқиды сол жерде, қалған өлеңдерін тыңдайды деген сияқты. Яғни өмірдің әрбір сәтін бағалай білетіні тоже мен үшін вау деп таңғалдым. Үйренетін зат екен мынау деген деп. Рахмет. Так, енді соңғы мәселе, қазір дайындалып жатқан, шетелде оқимын, барамын, болашақты таңдаймын, болашақпен тапсырамын, Америкада, Англияда оқимын деген азаматтарға не айтар едіңіз? Қандай ұсынысыңыз бар, пікіріңіз бар? Ең бірінші жаңағы қорқыныш деген этаптан өтіп алыңыздар, себебі қорқыныш ол әрқашан бола береді. Сіздерде сіз қазір қорқып отырсаңыз да, 5 жылдан кейін қорқып отырсаңыз да отыра бересіз, бірақ кейінгі өкініші қиын болады деп ойлаймын. Себебі мысалға мен өзім мұғалім жалғыз адам ретінде қарайтын болсам, мен мысалы болашақта студенттеріме немесе оқушыларыма сабақ беретін, бір нәрсені үйрете алатын адам болсам, болғым келсе, мен өзім қазір бір нәрсеге жетуім керек та. Немесе ата-ана болсаңыздар, сіздер егер балаларыңыздың мысалы қазір енді көп энті болып жатыр ғой, как раз барлығы балалардың күшті жерге оқуға түскенін қалап жатыр да, мысалға барлық үмітті балаларына беріп қойып жатыр. Бірақ ата-ана ретінде мысалға жаңағыдай 40-та 50-де әлі магистратура оқып жатқан кісілер сияқты сіздер де оқи аласыздар. Сіздер наоборот балаларыңызға үлгі бола аласыздар деп айтар едім. Сондықтан қорықпаңыздар, ең бірінші нәрсе, және екінші маңызды нәрсе, ешқашан салыстырмаңыздар. Мысалға
жетістік біреуге тез келеді, біреуге кешірек келеді. Мысалы, маған екінші попыткада келді деген сияқты да. Сізге қашан келетіні, может, ол сізге тез келеді, аз келеді. Бастысы әрекетті тоқтатпау керек. Әрекет жасай берсеңіз, мақсатыңызды қойсаңыз, сол мақсатыңыз бір күні сіздің қалаған сол шетелдік университеттің аудиториясында сабақ оқып отыруыңызға әсер етеді, былайша айтқанда. Сол әрекет бастысы. Супер. Көп рахмет, Назгүл. Өзіңіз де кезінде қаншама адамға шетелде оқы деп, өзіңізге де нәсіп болып, қазіргі таңда Америкадасыз. Оқуыңызда сәттілік, Құдай қаласа, өзіңіздің ойлаған карьераңызды қалыптастырып, бастысы аман болыңыз, денсаулығыңыз мықты болсын, оқуыңызды сәтті аяқтап, елге аман есен оралуға тілектеспіз. Және армандаған, тілеген карьераңызды құрауға да тілектеспіз. Үлкен рахмет ағай сіздерге де. Сіздердің еңбектеріңіз ғой, қанша дайындадыңыз деген секілді. Өте үлкен алғыс айтамын сіздерге де. Рахмет. Жақсы. Біз танитын барлық азаматқа сәлем айтыңыз Тампада. Хорошо. Бірақ сіз сұрап жатыр барлық шынын. Ағай қайда деп. Жарайды, ағай келеді. Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар, рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті инстакөрермендер, өте керемет кездесу болды. Бүгін біз Тампада, оңтүстік Флорида университетінде оқып жатыр, өзінің алғашқы семестрін аяқтап, бізбен бірге өзінің тәжірибесін бөлісті, көптеген сұрақтарға жауап берді. Қазіргі таңда оқимын, шетелге түсемін деген қыз балаларына миларында бір сұрақ белгісі болса, сол сұрақ белгісін бүгін жауап алды деген үміттемін. Эфирді сақтаймын. Эфирді егерде қызықты деп тапсаңыздар, жаңағыдай бөлісемін дейтін болсаңыздар, бөліссеңіздер болады. Reels бөлімінде менің парақшамда сақталатын болады. Саламат болыңыздар. Келесі кездесулерімізді ертең одан кейін күндері өткізіп, сіздердің сұрақтарыңызды жауап беруге де шығатын боламын. Одан бөлек консультацияға жазылу жүргізіліп жатыр. Ертең бір консультациям бар. Одан кейін барып, тағы да күндер белгіленеді. Консультацияға да жазылсаңыздар болады. Саламат болыңыздар.